Халқым, ассалаумағалейкум. Сіздермен тағы да идеалист, мен Қуаныш. Бүгінгі сабақта біз полностью торговая сессиялар жайлы айтатын боламыз. Яғни торговая сессия дегеніміз не? Оның бізге қалай пайдасы тиеді? Сол бойынша видео сабақ болады. Ең алдымен осы сабаққа дейін біз ликвидность өттік, структураны өттік, сыртқы ішкі ликвидность, қосымша имбаланстың логикасы және де Фибоначчи қалай пайдаланамыз. То есть уже бізде как положено жақсы сауда жасау үшін бізде уже инструменттер бар, яғни смарт манедің базовый инструменттері. И соның ішінде бізде internal ликвидностьті анықтау мақсатында біз торговая сессияларды пайдаланамыз, және де оның уақыттары бойынша мен айтып өтемін. Торговая сессия бізде 4 тал бар. Ол бізде азиатская сессия, Франкфурт, Лондон және де Нью-Йорк. Именно мына менде сессиялардың уақыттары орналасқан. Байқасаңыздар, бізде азиатская сессияның диапазоны бар, Франкфурттың диапазоны бар, Лондон сессиясының диапазоны бар, Нью-Йорктың диапазоны бар. Оның бәрі өзіндік ликвидность сияқты выступать етеді. Мысалы, қарайық. Азиатская сессия индикаторда менде 19.00-ден тут 2.00-ге дейін, яғни 1.00-де азиатская сессия бітеді. 2.00-ден 3.00-ға дейін менде Франкфурт сессиясы болады, и 3.00-ден бастап уже как положено 8.00-ге дейін менде Лондон сессиясы. И одан кейін барып уже 8.00-ден бастап дальше жаңа күндік сүйча ашылғанша бізде Нью-Йорк сессиясы жалғасады. А в целом жаңа күндік сүйчаның ашылу уақыты Нью-Йорктың уақытымен ол бізде 18.00. Нет, 17.00. Яғни примерно осы уақытта бізде жаңа күндік сүйча ашылады. Именно 17.00-де бізде күндік сүйчаның ашылатын уақыты. Осылайынан. Одан кейін байқасаңыздар, бізде азиатская сессия бар. Мысалы, бүгін болған пятница күнін талқылайық. Бізде азиатский диапазон. Көріп отырсыздар да? Баға не істеді? Байқасаңыздар, Азияның хайын Франкфурт снимать етті 2.00-де. Месілче менде бәрі Нью-Йорктың уақытымен. Франкфурт азиатская сессияның максимумын алды. И байқасаңыздар, дальше баға азиатский минимумға барды. Азия high-low деген сетап, осы сетап. Енді мен бұл часовой таймфрейм М5 көтем. М5 таймфрейм көтсем, мен как положено азиатский максимум сип болғаннан кейін сломды көріп отырмын. Сломнан кейін менде имбаланс қалыптасты. Имбаланс қалыптасты, и дальше баға менде азиатский сессияның лоуына барды. Қосымша фактор. Если біз Фибоначчимен есептейтін болсақ, осы максимумнан осы минимумға дейін, баға бізде 50% диапазоны жоғары шыққанын білеміз. Өткен сабақты көрсеңіздер, Фибоначчиның мақсаты бізге тепе-теңдік сақталды ма, сақталмады ма, соны есептеп беру. И слом болғаннан кейін баға просто так бізде сылсайт ликвидностьқа кетті. Вот и все. И дальше уже байқасаңыздар, бізде мына жасыл ол Лондон сессиясы. Лондон сессиясы бізде не істеді? Лондон сессиясы бізде сылсайт ликвидностьпен жұмыс жасады. Одан кейін Нью-Йорк сессиясы басталғаннан кейін 8.00-ден бастап бізде Лондонның ликвидностьін жинау арқылы новостида біз полностью лонговый қозғалыс көрсеттік. Түсініңіздер ғой? Яғни бізде сессиялардың логикасы ол бізде күн ішінде бағаның қозғалысын қамтамасыз етеді. Және де тағы да басқа мысалдарды көрсетейін. Мысалы, тут четверг күні, яғни четверг күні баға бізде не істеді? Азиатская сессия трендовая, яғни лонговый қозғалуда. Франкфурт байқасаңыздар, азиатская сессияның максимуммен жұмыс істеді, яғни ликвидностьпен жұмыс істеді. Если мен осы моментте М5 таймфрейм көтетін болсам, осы моментте мен өзім сделка ашқан болатынмын. Тут бізде уже ликвидностьпен жұмыс бар, уже бізде слом бар. Сломнан кейін бізде не бар? Конечно же, имбаланс бар. Если біз Фибоначчимен максимумнан минимумға тартатын болсақ, бізде баға 0.5-тен жоғары шыққанын көріп тұрмыз. Тут. И байқасаңыздар, бізде ликвидностьпен жұмыс жасау арқылы баға өзінің қозғалысын дальше сылсайт ликвидностьке жалғастырды. Тут. Көріп отырсыздар да? Именно осы моментте мен сделка ашқан болатынмын. Яғни баға бізде әр қашан осылайынан қозғалады. Баға А точкасынан Б точкасына жеткізіліп отырады. Именно сессионный контекст, именно сессиялар бізде осы бойынша көмектеседі. Мысалы, мына ситуацияны қараймыз. Бұл бізде среда күні. Байқасаңыздар, азиатская сессия, үлкен таймфрейм қояйын, сол кезде удобно болады. Тут 30 минуттық таймфрейм. Азиатская сессия не істеді? Или күннің басынан бастайық. Байқасаңыздар, Азия өзін-өзі пересібе жасап тұр, яғни ликвидностьпен жұмыс жасап, бізде как положено слом беріп тұр. Тут. Слом берді, ОТЕ зонаға коррекция, яғни премиум зонаға коррекция. Баға премиум зонаға шықты. Тут 50%-тен жоғары шықты. Премиум зонаға баға шыққаннан кейін бізде баға имбаланс тест жасады. Имбалансты баға тест жасады. И дальше баға шартовый кетті.
Франкфурт полностью шартовый, яғни уже ликвидностьпен жұмыс жасап тастады. Дальше не істеді бізде? Как положено, Лондон келді. Лондон сессиясы бізде 3:00-де ашылады. 3:00-де Лондон сессиясы басталды. Франкфурттың сессиясының максимуммен жұмыс істеді. Яғни күн ішінде ликвидность біз осылай анықтаймыз. Франкфурттың ликвидностьмен жұмыс істегеннен кейін Лондон уже бай сайт алды ғой, сыл сайтқа барады. Сыл сайт алынды. Қосымша, тут бізде Лондонның аяқталған жері 7:30. 8:00-де бізде уже Нью-Йорктың сессиясы басталады. Нью-Йорк, как положено, Франкфурттың минимуммен жұмыс істеді. Қосымша, бізде Лондонның минимум алынды. И дальше баға уже бізде лонговый кетті. Не үшін? Потому что уже астыдан ұмтылатын сыл сайт ликвидность жоқ. Вот. Лондон сессиясы бізде коррекционный болды. Азиатская сессия Лондонның хайын алды. Баға ликвидностьмен жұмыс істегеннен кейін, как положено, уже шартовый қозғалыс көрсетіп, структураны закреп берді. И байқасаңыздар, Франкфурт бізде ештеңемен жұмыс істеген жоқ. Если Азияның лоуын алды демесек, вот тут. Франкфурт Азияның лоуын алды. Баға имбалансқа коррекция жасады. Лондон Франкфурттың хайын алды. Вот тут мынау бізде 2:30, мынау бізде 3:00. Если что, мынау қайталап айтамын 30 минуттық таймфрейм. Лондон Франкфурттың максимуммен жұмыс істегеннен кейін жоғары жақта бізде ликвидность қалған жоқ. Не үшін? Себебі уже бізде ребалансировка жасалды, М15 слом бар. Баға ОТ зонаға коррекцияға келді, ликвидностьпен жұмыс жасалынды. И дальше уже баға полностью шартовый қозғалыс көрсетіп, ПД алды. Вот. То есть особо қиын ештеңе жоқ. Какой-то бір ауадан былайына линия сызып алып, одан біз реакция алғанды күтіп отқан жоқпыз да. То есть ешқандай поддержка, сопротивление деген сияқты мусор емес. Вот. Мысалы мына ситуацияны қарайық. Нью-Йорк не істеді? Байқасаңыздар, бізде Лондон полный шартовый болды. Нью-Йорк Лондонның минимумын алды. Вот тут. Нью-Йорк Лондонның минимуммен жұмыс істеді. И дальше баға уже азиатский максимумға барды. Нью-Йорк өзі ликвидностьпен жұмыс жасап тастаған. Азиатская сессия не істейді? Азиатская сессия байқасаңыздар, ликвидностьпен жұмыс істеді. Именно Франкфурт Азияның хайын алды. Көріп отырсыздар, да? И дальше баға уже бізде полностью шартовый болды. Вот. Лондон уже Франкфурт ликвидностьпен жұмыс істеді. Лондон доставка цены ПДЛ-ге дейін болды. И уже көріп отырсыздар, бізде Нью-Йорк сессиясы Лондонның минимумын алғаннан кейін дальше уже лонговый болды. Почему? Потому что мынау уже бізде понедельниктің ашылуы болды. Яғни жаңа аптаның ашылуы. Баға уже бізде қалған ликвидностьті алғаннан кейін азиатская сессия ликвидностьпен жұмыс жасап полный шартовый кетті. И күннің қалай қозғалғанын көріп отырсыздар, баға полностью шартовый кетті. Тағы да бір мысал келтірейік, сонымен видеоны аяқтауға болады. Вот тут бізде баға не істеді? Күндік цель ол бізде Нью-Йорктың максимумы. Неліктен? Себебі бізде баға полностью лонговый қозғалыс көрсеткен. Егер біз мына минимумнан мына максимумға Фибоначчи жасайтын болсақ, как минимум, чтобы баға лонговый қозғалыс көрсету үшін бізге ОТ зонаға баға коррекцияға келу керек. ОТ зонада бізде имбаланс бар, вот тут имбалансты белгілейміз. И қандай картина көріп отырмыз? Азиатская сессия полностью шартовый. Көріп отырмыз. Лондон байқасаңыздар, нет, Франкфурт байқасаңыздар, Азияның хайымен жұмыс істей алған жоқ. Бірақ Лондон бізде Франкфурттың хайын жинады. Одан кейін дальше шартовый қозғалыс көрсетіп берді. Лондон полностью шартовый, Нью-Йорк Лондонның минимуммен жұмыс істеді. Қосымша имбалансқа келді. 50% зонаға коррекция болды, яғни тепе-теңдік сақталды. Одан кейін барып свип ликвидности имбалансқа келгеннен кейін баға слом жасады, жол жөнекей баға ликвидностьпен жұмыс істеді. И дальше баға бізде А точкасынан Б точкасына жеткізілді. Тағы бір мысал келтірейін. Вот тут. Байқасаңыздар, Франкфурт сессиясы ештеңе істеген жоқ. Яғни Азияның хайымен де лоуымен де жұмыс істеген жоқ. Бірақ Лондон сессиясы ашылғаннан кейін вот 3:00-де ашылды. Вот тут бізде 3:45-те Азияның лоуымен жұмыс істеді. И уже Лондон сессиясы Азияның хайына барды. Вот Азия хай лоу деген сетап осы. И уже баға Азияның хаймен де лоумен де жұмыс істеп тастағаннан Нью-Йорк шартовый болды. Не үшін шартовый болды? Потому что ребалансировка жасауы керек еді. Вот тут бізде свинг лоу, вот тут бізде свинг хай. 50% төмен келді, баға ликвидностьпен жұмыс жасады. Дальше уже бізде основной таргет Нью-Йоркский максимумға барды. Вот көріп отырсыздар, да? Надеюсь, ағайын түсінікті. Вот сіздерге задание, домашнее задание. Осылай өткен сабақтың бәрін бір-бірімен байланыстырып, маған мысалдар жіберіп көріңіздер. Вот. Сессиялардың уақытын тағы да айтып шығайын. Менде Нью-Йорктың уақыты. Азиатская сессия менде, байқасаңыздар, 19:00-ден
вот тут мына жақта индикатор 3.00-ге дейін көрсетіп тұр, бірақ менде 1.00-ге дейін негізі. Вот тут. Одан кейін Франкфурт сессиясы 2.00-ден 3.00-ге дейін, Лондон сессиясы менде 3.00-ден 8.00-ге дейін. 8.00-ден Нью-Йорк сессиясы басталады, и уже Нью-Йорк полностью вот тут 16.00-ге дейін жалғасады. Қуаныш, біз индикаторды қайдан табамыз десеңіздер, индикатор бөліміне кіресіздер, FX деп жазсаңыздар, FX. Вот. FX Market Session деген индикатор шығады. Вот осыны қоясыздар, одан кейін барып настройкасын түзеп аласыздар. Сол кезде сізде торговая сессиялар шығады. Надеюсь, түсінікті ағайын. Если сіздер в целом трейдингке жаңадан келіп мықты сообщество, мықты білім беретін менторларды іздеп жүрсеңіздер, NoFomo және идеалист, келіңіздер, көмектесеміз, түсіндіреміз, обучение бәрі бар. Және де ескерте кетейін, бұл беріліп жатқан ақпараттың бәрі бесплатный материал. Бесплатный материал сіздер пайдалану арқылы өте жақсы результатқа жете аласыздар. Максимально қысқа, нұсқа, анық, түсінікті етіліп беріліп жатыр бұл материалдар. И осы материалдар жақсылап пайдалану арқылы сіздер жақсы результат көрсете аласыздар. Бірақ егер де трейдинг бойынша более тереңдетілген сапалы білім іздесеңіздер, обучениеға келіңіздер. Индивидуальное обучение, групповое обучение бәрі бар. Бұйыртса, скоро біз Алматыдан офлайн обучение қарастырамыз, бірақ, конечно же, офлайн обучение бағасы қымбат болады. Бізде групповое обучение бағасы 250 мың, 2 ай жалғасады. Индивидуальное обучение бағасы 750 мың, ол уақытпен шектелмейді, результатқа дейін жалғасады. Главное, бас аман, денсау болса болды. Ал уже офлайн обучение біз как минимум бағасын 1 500 000 деп қоямыз деп жатырмыз. Егер де сіздер сапалы результат қаласаңыздар, келіңіздер, көмектесеміз. Және де телеграм каналға подписка жасаңыздар. Вот сол жақта біз основной өзіміздің торговляларымызды, идеямызды вот сол жаққа салатын боламыз. Қосымша аптасына как минимум 1-2 рет бізде основной каналдарымызда стрим болады. Бірінші ментор ол NoFomo, Диас, Ержанов. Екінші ментор мен идеалист Қуаныш. Надеюсь, видео түсінікті ағайын. Сапалы білім болсын. Сау болыңыздар.